Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 9 сыныпты тағы да жалғастыратын боламыз. Біз алдыңғы сабақта 2 ретті массивтерді бастаған едік. Енді біз осы массивті ары қарай жалғастырамыз, 2 ретті 2 өлшемді массивтерді. Ол бойынша біз бұл жолы біз 2 өлшемді массив сұрыптау, жолды өшіру деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Сұрыптауда болсын, және 2 өлшемді массивтер болсын, негізінен бір өлшемді массивтерге ұқсас келеді. Бірақ әрине сәл-сәл бір өзгешеліктер бар, бірақ соның өзінде негізгі соған ұқсап келеді. Енді бүйтейік. Бірсыпыра еске түсірейік. Сорттау дегеніміз не, және қатарды өшіру дегеніміз. Егер бізде мысалы А деген бір массив болатын болса, бір өлшемді кезде. Осыны біз А деген сорттаған кезде сорттың екі түрі бар, сорт және сорттық. Сорттық дейтін болатын болсақ, бұл ол сорттық деген басқа бір массивті ретінде шығарып, нәтижесін сортталған түрін шығарады, бірақ негізгі өзіне тиіспейді. Егер бірақ біз оны А сорт деген өзін қолданатын болсақ, онда осы бізде сортталған түрін көрсетеді. Яғни сортталып қойған, яғни қанша деген А-ны өзі шақырсақ та, бұл сортталған. Алғашқы біз массивіміз мынандай болған кезде, бұл мынаны қолданғаннан кейін ол сортталып кеткен түрі болады. Бұл сорттау түрі. Енді қатарды өшіру, енді бұл жерде қатарды өшіру демей тұрып, бірінші индекстер бойынша тауып, индекстер бойынша өшіру, немесе remove деген нәрсе бар еді. Бірақ енді бізде қатар бойынша дегендіктен бір индекстермен жұмыс істейміз. Бізде индекстер деген сөз, мысалы айтайық, индекс бойынша біз 6 деген біз білеміз 0, 1, 2, 3, үшінші индекс бойынша. Егер поп 6-шы индексті, үшінші индексті жазатын болсақ, бізде элементтің санын, өшірілген элементтің санын көрсетеді, және олсыз міне 6-ны көрсетеді, және А-ны шығарған кезде бізде мынау осының қатарынан мынағындағы өзгереді. Бұл бір өлшемді кездегісі. Екі өлшемде де қалай жұмыс істейді? Екі өлшемде де поп жұмыс істей береді. Мен былай істеймін, мысалы. Екі өлшемді деген сөз, оны бірден екі өлшемдігі былай мектен шығарасай. Және мына жерде айталық, бізде мынандай екі өлшемді массив бар еді. Бұл жерде де поп, егер индекс бойынша жұмыс істейтін болғанда, бізде мысалы мынаны өшіру үшін, мынау 0-ші, өйткені бізде ішіндегісін өшіре алмаймыз. Бұл өшіру үшін мынаны толықтай өшіре аламыз. Мысалы, біз егер ай деп алатын болсақ, ай емес, мысалы біз 1 деп алатын болсақ, бізде мынау ішіндегісі мынау өшпейді, мынау ішіндегісі. Ол керісінше мына элементтерді мынау бойынша өшеді. Міне айтады, мынаны өшірдік, сонда А-ны қарайтын болсаңыздар, осы екі ғана массив қалып отыр. Бұл қатармен өшіріп отыр. Яғни бір қатарды толықтай жойып тастады. Мынандай да сұрақ болуы мүмкін. Мысалы, мынау әрбір тізімнің ішіндегіні өшіруге бола ма дейді. Яғни оны екі өлшемнің ішіне кіріп өшіруге. Яғни былай поптың ондай қызметілігі жоқ. Ол тек қана сіз циклге құру арқылы жаңа бір массивке салып жатқан кезде сол жерде ғана өшіре аласыз. Сіз естеріңізде болса, біз бағана мынаны сорттайын десек, мысалы, сорттып А дейтін болсақ, бұл бізге мынандай тұрып өзінің сорты, яғни 0-ші, 1-ші деп сорттап бере салды. Бірақ бұның ішіне максимум алатын болсақ, соңғысын алып береді. Бұл жерде дұрыс орындалмайды. Өйткені бұл неде? Сол үшін әрқайсысын бағана екі өлшемін жеке-жеке ашып, ішіндегілерді ғана алып өшіре аламыз, немесе сорттай аламыз. Мен былай істеймін, мен жерде бір мысалмен, бірде мысалмен бастайын, мынандай бір мысал болады, осыны сорттау керек дейді. Бірінші, екі өлшемді мысал берілген, осы қосындысы мен ең үлкенін тап дейді. Бұл енді оңай, өйткені бұл қандай рандом арқылы берілген бе, өзіміз бергенбіз бе? Мен сіздерге оңай жолын көрсетейін. Оңай жол дегенім ол кез келген егер де тек қана максимум, максимум, минимум, суммасын, табу керек, каунт деген нәрселер барлығын, ол тек қана осы секілді болса, оны бір өлшемді массивке келтіріп, сол жерден есептеу керек ыңғайлы. Оңай және тез. Мысалы, айталық, біз екі ретті өлшемді рандом интпен ала берейін, өйткені сіздерді не from random input import int деп. Осы жерде мен екі өлшемді өзіміз құрастырамын. Мысалы, менде 4-4 деген бір 5-5 деген бір массив болсын, енді деген бұл массивтің түрлері де. Сөйтіп, осы жерде мен бірден А деген массивімді, тізімді 0 range n болсын, және осының for j in range n болсын.
Және осыны бірден нөлдік массив емес, бізде round int пен жұмыс істеу керек. Бірден бізге осы дайын 1 мен 9-ның арасындағы бір сандар болсын. Осы жерге дейін бір көрсете салайын, не шығарғанымды. Мысалы менде мына 5-5-тік массив болсын. Мынандай 5-5-тік массив шықты. Мен оны дұрыс шығару үшін біз айттық, былай шығарсақ болады. Мынаны көрсеткенде for x in a деп сөйтіп print x жылдышамен қосылайын. Мысалы мен 5-5 деген массивті беретін болсам, ол жерде мынандай массив берді. Енді қарап отырсаңыздар, мынаның ішіндегі бүкіл суммасын табу ол ыңғайсыз. Өйткені мен егер менде қандай бұл а деген массив мынандай сумма а деп алатын болсам, менде қате береді. Себебі былай қосу мүмкін емес дейді. Әрине оны жеке-жеке қосуға болады, бірақ ең оңай әрі жылдам оңай тұрып, ол былай істей салсаңдар. Егер де мысалы мен b деген массивімді дейді, b деген массивіме жай ғана сумма а, бұл енді сумма а дегенде сіз суммасын таппайсыз. Бұл жерде сіздер мынаны ашып бір жақша қылып береді. Мысалы қараңыздар, print b деп аласыз. Былайша айтқан кезде мен егер 5 деп алатын болсам, 5 деген 2 бөліп, осыдан мынаны жеке-жеке былай жазып бір өлшемді қыласың. Бұл жерден осыны алған кезде біз минимум, максимум кез келген орындай аламыз. Өйткені бізде b бар ғой, 1b деген бір өлшемді. Ол жерде максимум дұрыс орындай береді. Мысалы айтайық, максимумды табатын болсақ, ол бірден шығарып береді. Немесе сумма, нерде енді суммасы деп жазылайын, print суммасын табу керек болатын болса, мен сумма дейтін болсақ, онда бұл жерде сум b деп алатын болсақ, бірден шығарып береді. Бірден суммасы. Не жердегі нәрсе, мынау сумма ол жай ғана бір өлшемдіге келтіреді. Осындай бір функциямен. Негізі ол математика жолмен әрқайсысын жеке-жеке келтірген кезде бір өлшемге келтіреді деген сөз ғой. Мына жерде осылай. Мына жер сумма 1, мына жерде максимум b-ға болсын. Мысалы осындай сияқты кез келген бір 10 массив болатын берсін, осының барлығын ретімен жазып береді. Осының бүкілінің суммасын шығарады, және осы жердегі максимумды алады. Бізде әрине суммасы, осының барлығының суммасы 483, оның максимум 9. Тіпті бұның ішіне каунт қылсақ та болады, сорттасақ та болады. Бірақ мынаны қараңыздар. Егер де бұны сорттайтын болсаңыздар, сіз мынаны жеке-жеке сорттайтын болсаңыздар, онда былай сортталатын. Print sorted версиясы, мысалы sorted A-ның версиясын қойық та, сол жерде мынаны былай қойын. Және берді, мысалы менде максимум бар ғой, енді 9, скорее всего 9 болатын шығар, енді print A емес B демеймін. B count 9-ды санайсылайға, 9 қанша бар екен. Так, мынау керек емес болсын. Қараңыздар. Бұл жерде менің үлкенім 5-5-тен алып, мынандай сандар болды, мына суммасын да алды 9. Сөйтті де келесі сортталған тұр. Осылардың ішінен 9-ды санап берді, 9 мынаны. Қарап отырсаңыздар, мынаны былай сортталған жоқ. Кейде болады, есепте бар, мына жерде әр қатарды жеке-жеке сорттау керек болады. Ол кезде мына жерге жазары алдында, мына жерге жай ғана sorted десеңіздер болды. Мейлі, сіздер осылай бір көріп алыңыздар. Кейін осының екінші версиясы бойынша мына жерге сортталған түріндегісін мына жерге жай ғана sorted x деп алсаңыздар, бірден сорттап бере береді. Міне мысалы, мен айталық 5-5 деген бір массив берем, мына жерге мынандай. Мына жерге бір бәрі жалған кетті, бір print қойып алу керек. Өйткені бөліп алу үшін. Қай жерде не шыққаны. Мен 6 деген мәлім. Мен мынандай мәндер берілді. Мына жердің өзінің алғашқысын сорттады. Алғашқын сорттады, кейін мынаны сорттады. Мынау жалпылама бір өлшемдіні сорттаған кездегісін. Мысалы айтайық, осы бір өлшемдіні сортталған түріне бітеп жазып шығатын болса, онда бізде мынау сортталған түрі бар ғой, мына жерге енді мен көрсеттім. Мен былай жазбай-ақ, мен осыны с тең деп алайын да. Sorted b деп алайын. Sorted b деген сөз. Сөйтіп мыналармен бір принттіп, осыны тастап, одан кейін. Енді осыны қайтадан қатармен жүргізу үшін жай ғана бүйтесем болады. Ай бойынша жүремін деймін да, мына жерге ай бойынша деп жүрем, және ұзындығы len с-мен жүріп өтем деймін да. Сөйтемін де, осы жерден if деймін, if қараңыздар не істеймін, if ай бөлінген
n-ге, өйткені бізде n дегеніміз ол қанша қатардан тұратынын, қанша бағаның n-ге тең 0 болса, онда print деп жазам. Else print i деп жазсам да болады. Өйстіп кете береді. Және мына жерге n-ді бұл мен не істедім? Мынау барлығын аштым, сұрттадым, кейін қайтадан жазып шықпақшымын. Міне мысалы мен енді үлкендеу санын 4 деп алайын. Міне мынандай болды. Кейін әр қатармен сұрттасақ болады. Және осының барлығын сұртталған түрі. Бірақ мына жерде бір қалып жазылмай қалған. Мына біріміз, ойбай. Мына жерге 0 болған кезде, 4-4 болған кезде бір қатарымыз жойылып кетті. Негізі мына жерде былай болу керек, міне былай. Өйткені бір нәрсеміз қолданылады. Мысалы айтайын. Енді мен үлкендеу сан алайын. Мысалы 6 деген, иә. Бізде мынаның бәрі бірінші жол, мынау өзі қатар бойынша сұрттады, максимум минимум тапты. Енді мынаны ретімен сұрттап қатар бойынша жүріп өтті. Яғни мынаны қатар бойынша жеке-жеке әр қатарды сұрттаса, мынаның барлығын бір ретпен сұрттай салды былай. Осылай шығарасам. Бұл енді оңай, тез, жылдам жолын көрсеттім. Мына жерде мен максимум минимум көрсеттім. Әрине былай жазуға болады. Ол енді ұзақтау болады. Ол жол көрсететін болса, мына жерге x тең болса деген сияқты болып кетеді. Сол үшін сіздер оған қатты назар аудармай қойыңыздар. Мүмкін болса, өз питонның мүмкіндігі сол минимальный код жазып, максимальный нәтижені алуға тырысу керек. Мына жерде мысалы биткен оны да түсіндіріп жазылған, append-ті қойып отырады. Бос қатар дейді, одан кейін оны не алады. Мына жерде мысалы мынаумен өз мәндерді append-ке ix-ке салып отыр дейді. Негізі сәл ауырлау түсіндірген мына жерде суммасын алады, бірден былай шығарсаңыздар. Сумма барлығының суммасын алады, былай жазу керек. Дәл осылай жазу керек болса, ол қиын емес. Мына жерге жай ғана x-тің өзін былай жазсақ, дәл тура соны шығарып беретін. Мысалы мен 3-ті беріп отырмын. Дәл міне осылай шығарып, мына жерге максимум минимум дегенде, мына жерге келтірсек та болады. Бірақ енді мен общий максимум минимум жаздым, былай шығарсам. Яғни мынаны бүйтіп қоясам болады. Тура кітаптағыдай керек болады мысалы. Оқулықтағыдай. Мысалы 3 деген мән болса. Бірақ бұл жерде тағы не нәрсе, өзіміз енгізетін деген нәрсе бар ма бұл жерде? Өзіміз енгізетін нәрсе дейтін болса, жарайды, ол да қиын емес. Бұл жерде бізге мынау а дегеннің алғашқы мәні 0-ді қыла саламыз да, былай. А теңмен. Сөйтеміз де а цикл бойынша жүреміз екен. For in range. Не дейміз? N бойынша жүріп өтеміз. For j in range. Негізі әрдайым жеке-жеке алмас үшін бірден бір қатармен оқыған ыңғайлы. Ол үшін жай ғана бүйтіп істеңіздер болады. Append бірден осы қатарды листке келтіре салып. List map функциясымен integer input splitпен. Осылай бірден жазсаңыздар болады. Өйткені мына жердегі бір массивті, ол бір массивті қайтадан бір массивке сала салды. Бұл жерде сол дәл сол нәтижені өзіміз жазу керек. Мен 3 деп алайын. Мына жерде кітаптың мысалын ала берейін. 1, 2, 3, 5, 6, 5, 9, 12, 36, 25 және 22. Сол кезде мынандай шықты. Мына 1, 2, 3 шықты. 5 пен 9, 12 шықты, 35 өз мәнінде 115 және 36 деп шыға салды. Мыналар енді алдыңғы жайық сіздер үшін түсіндірген ғой. Осылай оңай шығады. Егер былай істемейтін, оны append. Әрине мына жерде мынау деген нәрсе, бұл деген сөз, бұл былайша айтқан кезде b деген бір басқа бір массив болатын болса, осы b-ны мен неға салып отырмын деген сияқты. Тура осы берсем, тура осы нәтижені береді. Былай. Так, енді не істейміз? Принципе, мына жерден барлығын енді өшіре берсем болады. Мына жерге мен түсіндірдім. Енді екі өлшемді массивті сұрыптау дейді. Қатар бойынша сұрыптау, оны да мен бірден көрсете салдым сіздерге. Қатар бойынша сұрыпталмаған түрі, сұрыпталған түрі кезіндегісі. Оны да циклмен жазған әр қатарын. Оны мен сіздерге айттым, мына жерге, егер сондай бір мысал беретін болса, өзіміз енгізетін болатынбыз. Бұл рандом нитпен ала салған екен.
Ол жерде рандом итпен алу үшін мен былай істей саламын, мынау керек емес, маған мынау append керек емес, мына жерде мыналар керек емес деген. Ол кезде мына жердегі мынау мәндерді біз егер осылай істейтін болсақ, мысалы 5 деген мән берсе осының болады. Осының өзі сортталған түрін шығара салу үшін мына жерге қандай мәндер берген арасында 1 мен 30-ның арасындағы берген екен. Мына жерге 30 деп аласың. Сөйтейін да мына жерге 5 деген мәнді берейін. 5 деген мәнді берейін. Сөйтем мынандай. Енді бұл сортталмаған тұр. Сортталған тұр мына осы жерге бірден sorted деп жаза салсақ, бірден сортталған түріндегісін шығарып береді. 5 деп. Бірақ бізге 2 рет шығару керек. Мынаны, онда былай істеу керек. Бірінші кезде 2 рет көшіру керек, және мына жерге арасында бос орын қалдыру керек. Сөйтіп мына жерге жай ғана x-ті жазу керек. Бізге дәл кітаптағыдай істеуетін болсын, осылай істесек болады. Мысалы 5 деп беретін болсам, мына бірінші сортталмаған түрі, екінші сортталған түрі деген сияқты. Әр қатар бойынша. Енді мынау екі өлшемді жолды өшіру дейді. Жол өшіру индекс бойынша өшіре салу. Поппен шығарса да болады, немесе remove'пен шығарған екен. Remove'пен ыңғайсыз болады. Так, өшіретін қатар ұзындығы дейді. Бұл жерде өзіміз енгізеді екенбіз. Массивін берген екен, одан кейін бірінші қатарды өшірген, ол бірінші қатар бойынша өшірілетін қатар 1 дейді да. 0, 1. 0, 1. Индекс бойынша бірінші қатар. Бұл енді оңай жолынан бастай салайын. Мен енді өзім енгізбейтіндей олатын болсам, мынаны өзім енгізбейтіндей. Мысалы мен осыны бір санды беретін болсам, 4 болсын, болмаса 3 беретін болсам, жалпы өзім енгізетін болсам, мына жерге мынандай қылайын. 3 деген бар, және кей деген қатарды енгізу. Мен өзім жазатын болсам, жеке 4 болсын, және мына жерге өшіретін қатар. Бұл жерде өшіретін қатарды жай ғана мынаның арасынан, мына жерде бізде осындай болатын болса, мынау өшірілмеген түрлі, өшірген түрдегісін істей салу үшін pop k дейсек, бірден өсіп шығара саламын. Мынаны қайтадан шығара саламын. Бүйтсем, бірден шығар. Мысалы, егер мен 4 қатардан тұратын болса, өшіретін қатар мысалы 1 деп алатын болсам, бірінші бізде осылай берілді де, қарап отырсаңыздар, мына қатар жоқ. Ол поппен ақ оңай шығарылады. Мына жерден сәл күрделендіріп жіберген, бірақ негізі мақсат осылай шығару керек. Өзіміз енгізетін деген айтатын болсақ, тағы да айтайын, мен былай істесеңіздер болады. Оны жеке-жеке foreign range n-мен аласыздар да. Алғашқы массивті a тең былай қылып, сөйтесіздер да осы жерден b тең басқа бір массивті алатын болсаңыздар, list map функциясымен, мына жерде негізі онда керек емес, бірақ және тағы бір жаққа алып кетті. append деп бұны қоясыздар да, болды. Осымен қолмен жазып отырасыздар. Мысалы, енді мен егер 4 қатардан тұрсын деп айтайық, өшірілетін қатары 1 бола берсін. Сөйтіп, мына кітап бойынша мысалдарды беріп шығайық, ерінбей. Яғни 25, 62, бұл жерде мен бір қатарға жазсам, бұлар жеке-жеке жазу керек екен. Жақсы. Негізі былай жүрмейді, онда егер қатар бойынша жұмыс істеу керек болатын болса, қатар бойынша, онда әрине IJK-мен және алдын ала бос нені жазу керек болады. Алдын ала бос мәндерді шығару керек. Ол үшін бүйтсеңіздер болады, мынаның бәрін рандом емес, 0 қоя салып, мына жерге. Яғни шыққан мәніміз барлығы 0 деген сөз. Ол жерде мен print 0 деп шығарып көрсете салайын, 0 екендігін анық. Және осы жерде I және J бойынша ма? For J бойынша n бойынша жүру керек. Мен мынау бір қатар бойынша енгізу керек. Енді біздің жағдайда олай емес, бізде әр мәнге жеке-жеке жазу керек. I және J-ге тең input деп. Енді осы так. Үшінші мысалы қате, өйткені мынау мынаға былай жазу керек. Енді мысалы берейік. Массивтің ұзындығы бізде 3. Өшірілетін қатар бізде 1. Соңынан жазса да болады, бірақ мен 25, 62, 48, 95,
35, 21, 41, 26, 34. Бізде мынау және мына өшірілген массивтің мәні. Енді әрине сіздер тура осылай бірінші мынау сіздерге түсінікті болу үшін жаздым, нөлдік массив екендігін көрсету үшін. Не жерде мына нөлдік массив екен. Бұл жерде енді дәл осындай қылып шығару үшін онда мына жерге print A массиві деп жазу керек еді. Одан кейін барып мына жерге A массиві дегеннен кейін енгізіліп мынау бәрін алдында жазу керек еді мына жерге. Өшірілетін қатар дегенді кей деген соңынан жазу керек еді мына жерге. Мына жерге былай қойып. Яғни мына жер массиві, мына жерге тура сол кітаптағыдай болатын болса массив ұзындығы тең деп мына жерге өшірілетін қатар несі былай жазу керек. Сол кезде егер тура осы массивтің ұзындығы 3 деп және мынау енгізілетін мәндерді көшіріп алып бірден мына жерге былай жазып, және кей деген берілмеді, себебі кей деген осыдан кейін жазып тұр. Мынау кей деген мына жазылмайды. Мына былай. Және мынау принт керек дейміз. Басынан істейтін болсақ 3 және мынау берілетін мәндері 25 дейін. Одан кейін өшірілетін қатар саны деп осыдан кейін, осыдан кейін мысалы өзіміз білеміз, бірді беретін болсақ, яғни мына қатар жойылып кетеді. Міне осылай оңай шығады. Яғни кітаптағыдай, дәл кітаптағыдай шығады. Үшінші кодты. Енді екінші мысал дейді, бұл жерде бір өлшемді массив. Осы массивтен ең көп тақ элементтер орналасқан жолын өшір дейді. Мәні 1000-нан аспайды. Бұл жерде рандом. Бұл жерде бүйтеді. Есеп бойынша бір қатарда, қай қатарда тақ саны көп болса, сол қатарды ғана өшіру керек. Ол оңай. Бұл жерде тағы да істейтін болсақ, бізге n-де n дейді, яғни с деген массив беріледі, n деген. Яғни n деген бұл бізде бағанымен қатары болады. Сөйтеміз де, бізде мынау рандом пен бірден түрлі сандар енгізе берейік. Енді осы жерден с деген массивті қолданған екен. С дегеніміз бұл жерден былай жазсам болады. Мына жерде бірден рандом интпен қандай сандар арасында 1000-нан аспайды деді ғой. 1 мен 20, 100-ден аспайды. Яғни айталық 1 мен 100-дің арасындағы for range n-ға және сыртында for range n-ға. Бұл жерде с деген кез келген санның мәні массиві берілген. Осы жерде мен ыңғайлы болу үшін өзім шығара салайын. For range қанша берейін? Мысалы n мен ғой бәрі. Сөйтеймін да, n емес. Бұл жерде бізге ыңғайлы a деген массив, x деген массивті ала салайын да, range. Және осы жерде қараңыздар, не істеймін? Осы жерден бірден мен осыны шығарып отырған кезде, с дегенді шығарып отырған кезде, x-ті шығарып жатқан кезде, осы жерде бірден тақтарды санау өте салайын. Ол тақтарды санау үшін, не жерге шығарған кезде, бірден тақтарды санай салайын. Сөйтейін, мына жерге тақтарды санайтын үшін, бұл жерде d деген нәрсені -1 деп бере берейін. -1 деген сөз, өйткені мен 0 деп беретін болсам, мына тақтар жоқ болса, 0-ші деген индексті алып тастап отырады. Сол үшін мен -1 дедім. Егер -1 деген сөз, сол таққа d-ні алмастырып отырады. Яғни, қараңыздар. If I in x болса, және if дейміз енді, I деген процент 2 тең 1 болса, онда ең үлкен тақтарды санау керек. Ең үлкен көп тақтарды санау керек. Онда бізде бұл жерде тақтарды санау керек. Тақтар дегеніміз бізде бітсек болады. Бұл жерде сөздікті қолдансақ болады. Және мынау бар, мысалы, және мына жерге e деген мәнді қояйын. E деген мән, мынау жалпы тақтарды санайды, тақ сандарды санайды. Қанша жоқ. Мынау индекс болсын біздегі. Индекс, тағы бар индекс. Ал мынау жалпы суммасы тақ сандардың. Бұл да не түсіне? Яғни бізде e
тең 0 әрдайым е тең 0 болады. Өйткені біз қатар бойынша санаймыз. Егер бұл жерде қосып өтеміз. If тақсан болатын болса, онда е қосылған тең 1-ге боламыз. Бұның бәрін өшіреміз. Сөйтеміз де өшерді салыстырамыз. If дейміз, енді мынау цикл өткеннен кейін барып, if е деген мәні 0-ден үлкен, қайсыдан үлкен болса, егер е деген бір сан, мына жерде е болсын, мына жерде мысалы 2 е бола берсін, мына жерде е деген шағы, яғни тақ макс деп жаза берейін. Тақ макс деген сөз тақ максимум сандары ғой. Егер тақ максимум сандары еден үлкен болса, онда осы тақ сан мәндерін алмастырамыз деген сөз ғой. Теңестіреміз еге. Сөйтеміз де d-ны индексін табамыз. Бұл жерде d деген индексті табу керек. Бұл жерде немен жұмыс істеу керек екен ғой. Онда мына жерде range-пен жұмыс істеу керек. I in range x-пен деп. Осылай жұмыс істеу керек екен. Енді қаласы болады. Индекспен жұмыс істейміз. Сөйтеміз де мына жерде print деген нәрсеге s-ның i-нші деген жаза саламыз. Сөйтеміз де мына жерге s-i. Бірақ мына жерде енді i-мен емес, j-мен жұмыс істеу керек болады. Өйткені индекстермен жұмыс істеу керек боламыз. Индексіміз x-пен жұмыс істеу керек болады, мына жерге x-тен. Егер x мынандай мәндері болса, мынандай болады деп, мына жерге i-дің мәні тақсан болса, және бұл жерде i-ға теңестіреміз. Сөйтеміз. Осы жерден мен осы максимумдерін тауып алдым, я. Мен өзім үшін шығаратайын, т және тақсандар қанша максимум кездескендігін. Так, бір жерде қосымтте қалдырып кеттім, мына жерде. Бізде қандай рандом өзіміз береміз. Мына жерде өшіре тұрайын да. Қаншадан берейік рандомды? Кез келген сан береді екенбіз өзіміз. Мысалы 5 деп берейін, 4 деп. S деген берілмеді дейді, жақсы. S деген бізде мынау тұр екен. Бұл S емес, бұл жерде C ғой. Мысалы 4 деген мән беретін болсақ, бізде мынандай берілді. Яғни, осының ішінде бірінші индексі бойынша дейді. Яғни, мына индексте тақ саны 2 дейді. Міне, тақ саны 2. Мынау және мынау. Қалған жағдайда мына жерде біреу ғана, мына жерде біреу ғана, ал мына жерде 2. Бірақ бұл жерде ең алғашқысы қай жерде кездеседі, сол жердегісіне ғана соны жойып отыр. Соны алып отыр. Енді оны оңай жою үшін, оны былай істей саламыз. А дегеніміз бізде с деген массив, с insert, мына жерде insert емес, pop. Өйткені қатар жойып pop, d мен бойынша дей саламыз, d-ны. Сөйтеміз де осыны қайтадан шығарасақ болады. Енді бұл жолы бірден бүйтіп істесек болады, for s деп, және осы жерде print x деп жазсақ болады. Яғни жойылғаннан кейінгісі. Мысалы, қайталап 4-ті беретін болсам, 0-ші индекс бойынша 2 шықты. Өйткені бұл жерде біреу 2, мына жерде біреу ғана, мына жерде 2, бірақ сонда да енді осы жерде мысалы үлкенірек мәндер алайын. Мысалы 10 деп алайын, Міне осы жер 10-ның ішінен бізде максимальный 5-ші, яғни 6-ші қатардағы 7 шықты дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни мына жерде дейді 7 санымыз 10-ның 7-і тақсан дейді. Санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сол үшін осыны жойып тастап отыр. Мына жерде ол болса, яғни 7-тен басталатын сан жоқ, яғни қарап отырсақ. Міне осылай оңай шығаруға болады. Бұл енді бұл мына мысалды. Бұл жерде рандом 1-ден 50-ге дейін деген алған, 0-ден берген екен. Жүрген, және мынандай болса remove up pop деп жазыпты. Өйткені сол қатардан. Әрине ол неміз, принцип болады. Жалпы мынау енді сіздерге сұрақтарға сіздерге арналған, мен бірден есептерге шығара берейін. Бұл есепті бітеді. Не дейді есепте? ANM екі өлшемді массив берілген, 3-4 осы массивтің жұп элементтерінің санын тап дейді. Жалпы жұп санын тауып өріп болса, ол оңай жолы. Бұл жерде біте салайық. Енді N және M-ді берген екен. Мен бірінші оңай жолмен көрсетейін. Оңай жолы оны бір өлшемді қыласа алған дұрыс. Тіпті массивке салмай жатып ақ есептей берсек болады. Бұл деген сөз, мысалы айтайын. Find
range n деп алатын болсам, және осы жерде бір массив бар деп айтайық та, мына жерде бір массив бар. А тең list map. Өйткені енді бір қатарда оқығаннан кейін мен массивке теңестіріп отырмын. Егер жеке-жеке болса, онда керек емес еді. Сөйтемін да осының ішіне қайтадан J бойынша тағы да A-ны жүріп өтемін. Сөйтемін да бұл жерде бастапқы келгенде бір счетчик қойып қояйық. Мысалы S деген счетчик болатын болса, осы жерде if деймін, J деген мәні 2-ге бөлген кезде 0 болса, яғни жұп болса деген сөз, онда S-ның мәнін қосамыз 1-ге. Сөйтем барлығын беріп шығам, сөйтемін да соңында бір ғана циклмен S-ның мәнін шығара саламын. Мысалы, енді мына кітап бойынша берейік. 3-те 4, енді берейік. 40, 5, 6, 2, 70, 8, 9, 11, 23, 14, 68. Қарап отқаныңызда 8 шықты, егер тағы да қайтадан жіберетін болсақ, бұл әне өз шығады. Бұл енді массив, екі өлшемді массивті құрмай жақ, бірден бір массивпен шығарады. Бір өлшемді, соны ары қарай тағы цикл осы массивтің әрқайсысын жеке-жеке тексеремін. Айталық енді біз жоқ, екі рет өлшем массивпен шығару керек болатын болса да, біз осылай жұмыс істесек болады негізі, бірақ былай істей салайын. Мен осыны істеймін, А деген массивті, А емес, Б деп аласың. Сөйтемін, А деген массивті келемін, мынаның бәрін мен өсемей, алдымен Б деген массивке append арқылы құрып алайын. Яғни Б деген бізде екі өлшемді, осыны Б деп мен жазатын болсам, бұл екі өлшемді өткен. Енді осының ішінен мен бір қатарға қалассам да болады, немесе I мен J мен жүріп өтсем де болады, негізі ұзақ жолы бар. Бірінші бір қатардағысында, мысалы айтайық, Б-ның өзін қайталап тексерейін, Б деген сөз сумма Б және лист деп келтіретін болсам, бұл бір қатар деген сөз. Бір қатар келді. Және осының ішінен find range пен ұзындығы бойынша len B деп, өйткені артылы мүмкін ғой. Сөйтемін, осы жерде тексеремін. Не принципе, len деген керек те емес, бірден B-ға қалассам болады, индекстер бойынша жүре саламын. If I pies 2 тең 0 болса, онда естейміз, біз қосып отырамыз S плюс тең 1. Яғни соңында принц саны шығарамыз. Мен мына мысалды аласайын, тура осы мысалмен. Бұл жерде бізде екі өлшемді еді, оны бір өлшемді қылдым, бір өлшемдіден нені таба салдым, іздей салдым. Осылай шығарса да болады. Енді екі өлшемді екі циклмен жүрген кездегісін есептейік. Онда былай істейміз, ол кезде. Мына жерде find B дегенге мен I-ды, енді былай істеймін, range, сумма деген керек емес, яғни B деген сөз, принципе былай дегеніміз. Бірінші n мен жүремін, яғни n қатар бойынша жүремін. Сөйтемді for J in range m мен жүремін. Сөйтемін да осы жерге тексеремін. Не жерге? If уже осыған кетеді. If I емес, бізде B деген ғой, B I-ға және мәндері J болса, онда S-ға қосамыз дейді. Міне бұл екі өлшемді массивтердің екі ретті циклмен жүріп өткендегі есебі. Мысалы келтіретін болсам. Міне былай 8 деп бірден шығара салды. Бұл енді түбінде өйткені B деген массив бұл жерде екі өлшемдімен сақтап, сол бойынша жұмыс істедім. Бұл енді бізде бірінші тапсырма еді. Екінші тапсырма бізде өшіру дейді. N дейді, яғни квадраттық массив берілген. Осы массивдің қосындысы ең үлкен жолды өшірді. Ең үлкен, яғни суммасы бойынша ең үлкен суммасын шығатынды өшіріп тастау керек. Ол оңай. Мысалы, біз тура осы мысалды алатын болсақ, бұл жерде енді бізде өшіре салайын. N тең, өйткені integer деген нәрсе бұл жерде квадраттық болғаннан кейін input деп ала берсем болады, бір ғана мәнін. Бізде 3-те 3 болады, мысалы 3 болады. Және осылардың әрқайсысын бізде енді бұны міндетті түрде бір жерге сақтап алу керек. Сол үшін былай сақтап аламын. Сөйтемін да осы бойынша find range n мен жүремін деймін де, және B деген бір басқа бір жол, өйткені жол бойынша оқып отыр. Map пен integer split пен ала саламын. Сөйтемін да осы жерден бір нәрсені мен ескере салайын. Егер де, мысалы, әрине append B деген бар ғой, мысалы. B деген бар, әрине бұл жерде мен тағадам mx деген нәрсені тағым. Бұл суммасы, жоқ, sm деп аласың. Sm деген сумма деген сөз, ол алғашқысы 0 ғой. Сол үшін не жерге мен айтамын, sm деп алайын. Sm ол сумма деп аласақ,
негізі мына жерге SM емес, SM-нің индексі бойынша алайын, иә. Өйткені мынау 0-ші дегенім менікі де дұрыс бола ма? В принципе, дұрыс болады. 0 болсын, 0-ші индекс бойынша. Болмаса -1 деп алсам болады. Не емес, маңызды емес. 0 деп ала берейік. Сумма B-ніңкі. Егер деймін, if деймін. If мына жерге және сумма деген нәрсе бар, және сумма SM A деген нәрсе бар. Екі нәрсені түсіндіре салайын. Мынау сумма A деген, сумма B деп алайын, өйткені сумма. Мынау сумма B-нің әрбір қатардыңқы бойынша. Мынау сол индексті сақтап отырады, еске сақтап отырады. -1 деп алсам. Енді айтам, енді бәрібір 0 деп алғаным дұрыс шығар, 0 деп. Я, мынау индекс бойынша жүреді, мынау суммасы бойынша. Я, қараңыздар. Мынау сумма деген наны B-ніңкі тапты да. Егер деймін, сумма B-ніңкі, мынау біз мәніміз 0 еді ғой. Осыдан үлкен болса, SM мынаның мәні, негізі былай алғаным дұрысырақ сияқты, мынаны B деп алғаным дұрыс сияқты. Егер мынандай болса, яғни өйткені сумма B деген сөз мынаныкі ғой. Сум деп қойайықшы, сум B-ніңкі. Егер үлкен болса, онда индекстердің мәндерін ауыстыра сал, және сумманың мәнін істеймін. Яғни SM-ді теңестіресің сум B-ға, және SM I-ды теңестіреміз I-ға, нәрге I-ды. Сөйтеміз де A-аппенті салдырам. Мен осы жерде мен бір сыпыра жазып өте салайын, яғни find range. В принципе, бірден жазған дұрыс сияқты. Сөйтеміз де осы жердегі индекстің мәні өзгерді ғой, осы жерден pop деп бірден индекс бойынша алып тастасам болады. Сөйтем, мына жерге нені алып тастау керек бұл жерде? Одан кейін қай жолды өшіргеннің қосындысы ең үлкенді жолды өшірді. Осы ең үлкен жол дегеніміз бұл қай жол? Бізде қарап отырсаңыздар 12 мынаны өйткені, бұл жерде 3 деген сөз, 3 деген осы массивтің қосындысы. Осы массивтің қосындысы, яғни жалпы қосындысы ма әлде қалай? Мынау берілген массивтің қосындысы болу керек. Мынау шыққан массивтің қосындысын шығару керек. Яғни бірінші осыны алып тастағаннан кейін онда оңай жолы мен айтқан едім. Ол жерде былай A деген массивіміз бар уже. Онда бізде мынау қосындысы деген S деп алсақ та осы жерде міне сумма бізде міне жерде B деген бір массив құра салайын. B деген массивіміз естеріңізде бар болса, бұл мынандай A және жақша осы жердегі суммасы B-нің суммасы деген сөз ғой. Онда print бірінші B-нің суммасы, сумма B. Одан кейін мынау нені шығару керек? Find A-ны және print жұлдызша I-мен деп. Енді осыны тексеріп көрейік қазір. Егер қате болса дағы көретеміз. Бірінші 3 қатар болады дейді. -15, 4, 11, 12, -7, 8, одан кейін -9, 7 және 6. Бізде 13 шықты барлығы, яғни мынаның қосындысы 13 шықты. Және мына жерге қарап отырсаңыздар 9 деген нәрсе шығып жатыр. Неге олай болды? Осы массивке қосындысы берген. Осы массивте қосындысы ең үлкен жолды өшір. Қосындысы ең үлкен деген. Қосындысы бойынша ең үлкенін неге мысалы мына жерде қосындысы бойынша 20, 13 болды. Мына жерде жақсы, біз көрейік мына жерде қай жерден қате болғандығын. Яғни бізде 15, 4 шықты. Мына жерде 12, 7, 8 деген қалып кетті. Оның орнына анау шығып кетті. If дейміз, жеке-жеке, енді осы жерде мен жеке-жеке суммаларында қарай өте салайын. Өйткені мен сәл түсініксіз деп тұрмын. Неге олай шығатқанын. Яғни мына мәндерді беретін болсақ, біріншісінде сумманың мәні 0 еді, өйткені 0 болды мынаусында. Екінші мәні санында 13 болды. Үшінші мәнікі 4 болды. Әрине мына 13 шығару керек еді. Бірақ 13 шыққан жоқ. Енді сол үшін бізде мына A индекс бойынша жұмыс қате орындалып жатыр деген сөз. Sum I деген нәрсені қою керек. Бұл жерде әрине дұрыс қате, себебі мына жерге SM I өйткені summa индекс наны қою керек еді. Енді дұрыс болады. Міне.
қарап отырғаныңызда мына жерде 4 былай 16 шықты, бірақ мына жерде шын мәнінде 3 емес 4 шығып жатыр. Тағы да бір тексеріп көрейік, неге олай шыққандығын. Келесі бетке өтіп. Мынаны өшіріп, басынан жазып көрейік. Бізде бұл мынандай болды. Аның мәнін алды. Мынаның қосындысы 0, мынаның қосындысы 13, мынаның 4. Бізде енді шықты барлығын қосындысы, мына жердің барлығын қосындысы 4 болу керек. Неге мына жерде 7-де 6 мен қалай жаздым? 7-де 6. Егер мынаның қосындысы негізі мынау 0-ді береді, мынау қалай 3-ті шығарып жатыр? Бұл жерде мынау кітап бойынша мына жерде 4 болу керек. Осы массивтің қосындысы ең үлкен жолды өшір дейді. Мынау 3 деген тек қана меніңше мына жерде басқаша қалай шығаратындығын мен білмедім. Өйткені мына жерде бізде 4 шығу керек, яғни мынау бізге керек емес. Егер тура кітап бойынша шығаратын болсақ, былай 4 яғни мынау шығып тұр. Мына жерде қосындысы мынаның, өйткені мынау жерде мынаның қосындысы 0-ге тең де, мынаның қосындысы 3 емес 4-ке тең. Мына жерде 3 деп жазған. Осы массивте қосындысы ең үлкен жолды өшір. Осы массивте ең үлкен жолды өшір. Мүмкін мына жерде 1 деген саны қай массивтің қосындысын, мүмкін мынандай болуы мүмкін. Мына жерде 4, яғни осы массив деген мынау қалған массив, немесе мынандай болуы мүмкін. Осы мына жерге мынау неде сумма b-ны емес, мүмкін сум b дегенде мына алдында 1 қалып кеткен болса керек. Өйткені бізде суммасы бойынша қайсысын өшіріп жатқандығын көрсетіп жатқан шығар. Мүмкін солай да болуы мүмкін. Бірақ ол жерде тұр. Мына жерде сумма b деген нәрсені. Мүмкін мына жерде 1 деген саны қалып кеткен шығар. Өйткені мына жерде мүмкін солай, өйткені осы массивте қосындысы ең үлкен жолды өшір дейді да, бірақ өшіргенке мына 3 деген мәнді түсіндіре алмайды не екен. Мүмкін осы өшірген массивтің, өшірген қатардың суммасы шығар. Өйткені 13 ол жерде. Әйтпесе мына қалған массивтікі болатын болса, бұл жерде 4 болу керек. Яғни мына 3-ті мен шығара алмадым қалай болса. Бірақ негізінде екі жолмен де көрсеттім. Осымен осы сабағымызда аяқталды. Егер сабақ ұнап жатса лайк басып, менімен бірге болыңыздар. Сау аман болыңыздар.